Қысқа арнап екі түрлі компот жабамыз қыздар. Бірнеше жылдан бері қолданып келе жатқан ең сенімді рецепттерімнің бірі. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, тазалап, булап дайындап аламыз. Одан соң жеміс-жидектерімізді де салқын сумен бірнеше қайтара жуып, жаңағы дайындап қойған банкаларымызға жеміс-жидектерімізді саламыз. Кесілген апельсин, лимон, сонымен қатар жалбыз, яғни мята саламыз. Содан соң сақырлап қайнап тұрған суымызды құйып, қақпағын жауып, шамамен бір 20 минутқа осы қайнаған суда қалдырамыз. Бұл бізде бірінші компотымыз. Екінші компотты да дәл солай жеміс-жидектерімізді жақсылап жуып дайындап алып, булап дайындап қойған банкаларымызға саламыз. Және де апельсин, лимон, лайм, яғни жалбыз салып, қайнап тұрған суды құйып, 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан соң осы судың барлығын сүзіп алып, кастрюльге құйып дайындап алыңыздар. Содан соң тағы да бір сақырлатып қайнатып аламыз. Әр 2 литрлік банкіге 200 граммнан қант саламын қыздар. Және де жаңа қайнатып дайындаған сиропымызды тағы да банкаларымызға құйып, осылай арнайы банка жабатын құрылғының көмегімен қақпақтарын жауып шығамыз. Содан соң шекерін осылай міндетті түрде араластырып жіберіңіздер, әйтпесе қатып қалады. Осымен біздің банкаларымыз дайын болған банканы бетін қалың одеялмен не болмаса полотенцемен жауып 2 тәулікке қалдырамыз. Содан соң кәдімгі қысқа дейін банкі сақтайтын жеріңізде сақтай берсеңіздер болады. Қыздар, парақшама дәл қазір тіркеліп алыңыздар, пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын.